Ханымдар, енді пішіп алған, дайындап алған лекаларымыздың барлығын осылай матаға пішетін боламыз. Енді сіздер матаға, мен бұл жерде мынандай жұқа джинсовый мата алдым, жазға киюге. Детский жұмсақ, өте әдемі. Бұның метрі 2,5-2 мыңның аралығында болады. Одан кейін сіздерге мынандай замок, потайной замок осы керек, сосын матаңызға түсті жіп аласыздар. Енді бұны матамызға лекаларымызды пішкен кезде мына екі шет бірінші кромкасын осылайынан қойып, мына кромкасын кесіп қиып алып тастайсыздар. Бұны түккенде мына ішінде кішкене тесіктері болады, осылай білініп қалуы мүмкін, сол үшін қиып алып тастаймыз. Қиып алып екіге бүктеп, мына шетін түзулеп қиып аласыздар. Одан кейін матаның шығынын есептеу үшін сіздерде мысалы мына комбинезон ұзын берілген, осыны мына жерде белгі берілген. Бұл шорты қысқа етіп тіксеңізде матаңыз кішкене аздау кетуі мүмкін. Ал осы мен мына 7 жасқа 1 метр мата жеткілікті болады, 1 метр. Егер одан үлкен жастығын алатын болсаңыздар, матасы кішкене қосылуы мүмкін. Енді пішетін кезде мына әр детальда белгіленген бүктеме, мысалы мына жерде алдыңғы бой бір ортасы бар ғой, соны бүктеме сгибке жерге қоямыз осылайынан. Сосын белбеумен желбіріне сгиб шетіне қойып пішесіздер. Міне дәл осылай қойып аласыздар дағыны. Осыны сызып пішіп шығамыз қиып. Кромкасын қиып алып тастадық. Енді матамызды екіге бүктейміз да, мына асты жағын түзу етіп тексере аламыз. Осы жағын, мына жағын бірдей етіп тексеріп қойсаңыздар, осындай линейканы мына жағын түзу етіп. Енді осы матамызды тексеріп жазып, лекаларымызды қойып пішіп алатын боламыз.
міне осы барлық бөлшегіміздің бәрін пішіп алдық. Енді осыларды тігуге кірісетін боламыз.